Кернебай Сүтемгенұлының мына тұрған бейіті 1991 жылы салынған. Және бұны салуға осы Алғабас ауылының үлкен тұрғындары мен жалпы ауыл тұрғындары ат салысқан. Және қазіргі таңда Жаңаарқа ауданында осы балабақсы атына берілген бір көше бар. Және де қазіргі таңда осы балабақсы бейіті арнайы мемлекет қорғауына алынып, тарихи ескерткіштер құрамына кірген. Бүгінде ел арасында бұл мазардан ем іздеп, еміне шипа іздеп, құрсағына бала бітпеген аналар бала сұрап келетін халық арасында адамдар өте көп. Десе де балабақсының әруағы желеп жебейді деген сеніммен әр түрлі жағдайда өзіне дұға тілеп, кейде адамдар түнеп те жатады екен. Соның бір дәлелі ретінде мұнда балабақсы атамыздың арнайы кесенесінің басында осындай өздерінің үйлерінен арнайы алып келген жаулықтарын байлап, не болмаса пітір садақаларын қалдырады. Өздеріңізге белгілі балабақсы әулиенің әрбір сөзі елге дарыған ем деседі. Құрсағына бала бітпеген аналардың бойына бала бітіп, шипа сұрап келген адамдардың шипасына, еміне шипа табылған әулие жер дейді. Осы балабақсы кесенесінің маңында іргелес орналасқан үйге біздің Қызкен анамыздың үйі болған деседі. Осы балабақсының емшілік қасиеті мен әулиелік қасиеті дарып, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп, Қызкен анамызға өздерінің емін алып жатқан екен. Осы балабақсы жайында өзінің білгенімен, түйгенімен бөлісетін Жаңаарқа аудандық мәдени сауықтыру орталығының шығармашылық бөлімінің меңгерушісі Қызыров Балтабай ағамыз айтып өтсе. Бүгінгі мынау енді балабақсы бабамыз лақап аты Кернебай Сүтемген 1825 жылы дүниеге келген. Бұл енді бәрі Алланың қолындағы дүние. Әруаққа сенбеңдер, бір Аллаға ғана сыйыныңдар дейді. Қазір мысалы имамдардан сұрасаңыз соны айтады. Бірақ дегенмен анау терең оққан имамдар, яғни зерттеп жүрген жаңағы терең оққан адамдар жүмеке олар айтады. Яғни сиқыр бар. Сиқыр дұғалары болады екен. Яғни енді тылсым дүние 18 мың ғаламды жаратқан Алла Тағала. Оны жер мен көкті жарату, табиғатты жарату, адамды құмнан жарату әрине оған түк емес. Бәрі де бір Алланың қолындағы. Бала бақсы атанған Кернебай Сүтемгенұлы жайында халық арасында аңыз әңгімелер өте көп. Соның бірін атап айтып өтетін болсақ, Жаңаарқа ауданының 90 жылдық мерейтойына жазылған Жаңаарқа энциклопедиясының ішінде балабақсы жайында берілген аңыз әңгімелер топтамасынан алынған. Балабақсы дүниеге келген сәттен бастап тіл бітіп, сөйлеп шыққан деседі. Сонда ел арасындағы халық шулап бірден бұл бізге біткен қандай қасірет деп ел шошып, бесікті қалдырып, басқа жерге көшуді дұрыс көрген дейді. Содан өздері артынып, тартынып, жүктерімен жер асып, көшіп кеткеннен соң ауылға бір тұрақтаған киіз үйдің түбінде бесік тұр дейді. Бесіктің ішінде бала жатыр. Ол бала бақсы. Сонда бұл біздің басымызға біткен бір қасірет болды, бұл бізге біткен бір нәубет болды деп ауылдың үлкен ер азаматтары әлгі баланы өлтірмек болады дейді. Сонда баланы өлтіруге барлық ер адамдар бас салып жатқанда анасы бесіктің үстіне жата қалып, бұл менің балам, не болса да әрі қарай көреміз, бұл бір қасиет біткен дарынды бала болар, ел арасында әулие болар деп баланы аман алып қалған екен. Сол сәттен бастап сол бала бақсының сөзі де, өзі де, басқан жері де әрбірін емге балап, адамдар шифа сұрап, әулиелігі дарыған сондай бір керемет тұлға болғандығын өздері ел арасы куә болған екен. Содан бастап сол ауылдың тұрғындары ешбір қиындық көрмепті деседі, малдары өрістері малға толып, елдері жанға толып, осындай бір үлкен ауыл аймақты көркейткен ауылға айналыпты. Бүгінгі сапарымыз өз мәресіне жетті.